Күн мен күнбағыс ертегі. Аспанда ұшып бара жатқан торғайдың аузындағы бір түйір дән абайсызда жерге түсіп кетті. Ол дереу жерге келіп қонды да түскен дәнді іздей бастады. Бірақ оны қанша іздесе де таппады, өйткені дән топырақтың астында жатыр еді. Дәннің де жер бетіне шыққысы келді, бірақ шыға алмады. Арадан біраз уақыт өткенде ол бір керемет сезімге бөленді. Өзі жатқан топырақтан жер бетіне қылтиып басы шықты. Неткен керемет дүние деп ойлады ол. Самал жел басынан сипап, жер бетіне шығуың мен тіршілігі иесі деп құттықтап кетті. Кенет жаңбыр тамшылары жүзін жуып рахатқа бөледі. Күнбағыс жаңбыр тамшыларына да алғысын айтты. Ол күн сайын өсіп келе жатты. Егістіктің шетінде жалғыз күнбағыс қылтиып, жердің жарығынан басын көтеріп шыққалы да біраз болды. Жердің асты тым қараңғы еді, ал жердің беті жап-жарық жып-жылы. Анау көк аспанның төрінде маған ұқсаған біреу тұр. Өзі сондай көңілді, ақ жарқын жылы жүзді. Көзі ылғи күлімдеп тұрады екен. Маған қарап күліп қояды. Оның күлімдеген көзі, жылы жүзі маған да ұнап қалды. Ол қайда жүрсе, басымды солай қарай бұрып алғанымды өзім де білмей қала беремін. Менің туысым-ау деймін. Екеуміз өте ұқсас екенбіз. Ол да сары, мен де сары. Бір уақытта күн ұясына кіріп еді, айналаны қараңғы басты. Күнбағыс көңілсіз күйге түсті. Күнбағыстың ұйқысы келді. Маужырап басын төмен иіп тәтті ұйқыға кетті. Түс көріпті. Түсінде әлгі күлім көз күн келіп, мұны қытықтап жатыр екен. Бұл күледі, күн де қытықтап қоймайды. Ұйқысынан оянып кетсе, күн дәл төбесінде күнбағысқа күлімдеп, шуағын шашып тұр екен. Күнбағыс тұрсаңшы бауырым дегендей болды оған. Күнбағыс та күнді көріп, оның мейіріміне, шуағына шомылып, рахаттанып қалды. Арадан біраз уақыт өтті. Кенет күлімдеген күн күнбағыстан алыстай берді. Күнбағыс та оған жетемін деп мойнын соза берді, бірақ жете алмады. Осылайша күн артынан күн, ай артынан ай өтіп, кереметке толы күз айы да келіп жетті. Кішкентай күнбағыстың буындары қатайып, басы дәу боп өсіп шықты. Ал оның айналасында жаңа достар келді. Әр түрлі әсем әуенді әдемі құстар келіп, күнбағыстың дәнінен дәм татып, мәре-сәре болды. Құстар таласа тармаса дәнді жеп жатқанда жерге 2-3 дәм байқаусыз түсіп кетті. Оны құстар сезген жоқ. Демек, келесі жылы осы арада тағы да 2-3 күнбағыс өсіп шығары анық. Күнбағыс бақытты еді, өйткені жерде еленбей қалып қойған жоқ. Құстардың алғысы да бөленді. Айналасында қуаныш сыйлағаны да дән риза. Өмірге бекер келмеген екенмін.